Hadid сүресі. Рахман. Әрі аса рахымды Алланың атымен бастаймын. Аспан әлемі мен жердегі жаратылыс біткеннің бәрі сен мінсізсің, кемшілік атаулыдан адасың деп Алланы ұлықтайды. Ол азиз, бәрінен үстем әрі ұлы, хаким, әрісімен әр үкімі көптеген хикметтерге негізделген теңдессіз даналық иесі. Көктер мен жердің бар билігі бір өзіне тән. Жан бітіріп, өмір сыйлайтын да, кеудедегі жанды алып өлтіретін де бір өзі. Оның құдіреті барлық нәрсеге жетеді. Әуел де өзі, ахир де өзі, захир де өзі, батин де өзі. Ол барлық нәрсені лайықты түрде біледі. Ол аспан әлемі мен жерді 6 күнде жаратты. Содан кейін аршқа истәуа етті. Яғни, аршқа шексіз билігін жүргізді. Аршпен бірге күллі жаратылыс атаулыны толық меңгеріп шексіз үкімін жүргізді. Ол жауын суымен, егілген тұқымдар сияқты жерге енген нәрселер мен су жаңа өсімдік сынды, жерден шыққан нәрселердің сондай-ақ жауын шашын, жарық пен періштелер сынды, көктен түскен нәрселер мен бу, пенденің дұғалары мен құлшылықтары сынды, көкке көтерілген нәрселердің бәрін біледі. Әсілі сендер қайда болсаңдар да, ол сендермен бірге, Алла сендердің не істеп не қойып жүргендеріңді толық көріп тұрады. Аспан әлемі мен жердің бар билігі бір өзіне тән. Бүкіл істер оның дәргейіне жөнелтіліп, қарауына ұсынылады. Сөйтіп барлық шешімдер мен үкімдер оның құзырына шығады. Ол түнді күндізге қосып, күнді ұзартуда, және күндізді түнге қосып, түнді ұзартуда. Ол көкіректердегі бар сырды, яғни ондағы барлық ойлар мен ниет пиғылдарды толық біледі. Аллаға және Расулына иман келтіргендер және оның аманат ретінде иеліктеріңе бергендерінен дін жолында һәм қайырымдылық мақсатта жұмсаңдар. Араларыңдағы иман келтірген және қолындағы мал пұлынан зекет садақа берген жандарға зор сауап, үлкен сияпат бар. Сендерге не болған? Алла елшісі сендерді Раббыларыңа иман етуге шақырса да, Аллаға лайықты түрде иман етпейтіндерін қалай? Анығында ол сендерден бұл мәселеге қатысты нақты уәде алған болатын. Егер иманға келетін болсаңдар, сол да жеткілікті. Алла сендерді ой сананы, жүректі әрі жан дүниені шырмайтын тас қараңғы түнектерден жарық нұрға шығару үшін қолына анық аяттарды түсіруде. Шүбәсіз Алла сендерге өте мейірбан, сондай жанашыр һәм ерекше мейірімді. Күллі аспан әлемі мен жердің бар мұрасы бір Аллаға тиесілі болып, ондағы барлық нәрсе түбінде Аллаға қалатынын біле тұра, неліктен Алла жолында зекет, садақа бермейсіңдер? Араларыңдағы алдағы барлық жеңістердің басы болған ұлы жеңістен бұрын дүние мүлкін дін жолында жұмсаған, әрі соғысқан жандар өзгелермен тең болмайды. Олар ұлы жеңістен кейін дүние мүлкін дін жолында жұмсаған әрі соғысқандардан дәреже жағынан әлде қайда биік тұрады. Дегенмен Алла олардың барлығына да ең керемет сый, жұмақ пен кешірімін уәде етеді. Алла сендердің не істеп не қойып жүргендеріңнен толық хабардар. Кімде-кім Аллаға жақсы қарыз берсе, яғни мал дүниесінің бір бөлігін Алла разылығы үшін дін жолында және қайырымдылық мақсатта жұмсаса, Алла оның берген қарызын еселеген үстіне еселеп қайтарады. Сондай-ақ ол үшін әсте ортаймайтын, сондай керім сый да бар. Сый сияпат күні мүмін ерлер мен мүмін әйелдерді алдары мен оң жақтарында нұрлары жарқыраған күйде жұмаққа қарай ынтыға адымдап бара жатқанын көресің. Оларға бүгін қуана беріңдер. Міне сендер үшін, ішінде мәңгі бақи қалатын жайқалған жасыл бауларының арасымен және зәулім сарайларының түбінде өзендер ағып жататын жәннат бақшалары делінеді. Зор жетістік толайым табыс деген міне осы. Сол күні 200 ерлер мен әйелдер мүміндерге, бізге қараңдаршы,
нұрларың бізге де жұқсын деп жалынатын болады. Сонда оларға, егер қолдарыңнан келсе, артқа, дүниеге қайтыңдар да, нұрды сол жақтан іздеңдер делінеді. Сол кезде араларына қақпасы бар бір дуал тұрғызылады. Оның мүміндер болған ішкі жағында шексіз рақым, ал сыртында азап болады. Екі жүзділер мүміндерге, дүниеде біз де сендермен бірге болмап едік деп үн қатады. Сонда мүміндер оларға, иә солай еді. Алайда сендер өз-өздеріңе кесір қылдыңдар. Қайтер екен, мүміндердің мерейі үстем бола мекен, жоқ әлде кәпірлер мықты шығар мекен десіп, үнемі әліптің артын бағумен болдыңдар. Күдік пен күмәннен еш арылмадыңдар, және Алланың нұры қайткен күнде де сөнет деген құр қиялдарың мен жалған үміттерің сендерді үнемі алдарқатты. Ақырында Алланың пәрмені жетіп, ажал құштыңдар. Сөйтіп қулығына құрық бойламайтын әзәзіл шайтан көңілдеріңе Алла жайлы жаман ойлар салып, бәріңді алдап соқты. Бүгін сендерден де, кәпірлерден де фидия, яғни күнәларың үшін өтем қабыл етілмейді. Ақырында барып паналайтын жерлерің тозақ. Сендерді құшағына алатын лайықты жер сол. Ол қандай жаман ақырғы тұрақ, қандай жаман барар жер. Иман келтіргендердің жүректері Алланың ұлы жолдауының, Құранның, һәм өздеріне түскен басқа да ақиқаттардың алдында тағзым етіп діріл қағатын, һәм жұмсаратын, сөйтіп Аллаға қалтқысыз мойын сұнатын уақыт келмеді ме? Олар бұдан бұрын иләһи кітап берілген үмбеттер сияқты болмасын. Олар уақыт өте келе, қолдарындағы иләһи кітапқа құрметпен қарауды қойғандықтан, жүректері тас болып қатып қалған еді. Олардың дені хақ жолдан бір жолата тайғандар еді. Алайда біліп қойыңдар, Алла жер бетін өлгеннен кейін қалай тірілтсе, тас болып қатып қалған жүректерді де дәл солай тірілте алады. Ендеше ақылға салып ойланарсыңдар деп, анық ақиқаттарды осылайша түрлі мысалдармен баяндаудамыз. Ізгілік жолында, зекет садақа беріп, мал дүниесінің бір бөлігін Алла жолында һәм қайырымдылық мақсатта жұмсаған мүмін мен мүмін әйелдердің және мал дүниесінің бір бөлігін Алла разылығы үшін дін жолында және мұқтаждарға жұмсау арқылы Аллаға жақсы қарыз бергендердің қарымы еселеніп қайтарылады. Сондай-ақ ол үшін әсте ортаймайтын, сондай керім сыйда бар. Аллаға және елшілеріне шын иман келтіргендер, міне солар, Раббыларының құзырында сыддық, яғни Аллаға және Расулына қалтқысыз сенген әрі оларға берген сертінен таймаған, сөздерде, істерде түзу һәм шынайы болғандар мен өмірлерімен ақиқатқа куәлік еткендер, яки Алла жолында жандарын пида қылған шейіттер, олар үшін арнайы сый-сияпатпен өздеріне ғана арналған нұр бар. Ал аяттарымызға сенбей күпірлік қылғандарға келсек, олар мәңгілік жаһаннамдықтар. Біліп қойыңдар, дүниенің тіршілігі ойын күлкі, сауық сайран, сән салтанат және өзара мақтан, яғни мансап, атаға абырой, мал мүлік, балашаға һәм кескін келбетпен мақтану ғана. Сондай-ақ көбірек дүние жию және үрім бұтақты көбейту жолындағы бәсеке ғана. Бұл бір жауынға ұқсайды. Сол жауынның арқасында жайқалып өскен өсімдіктер шаруаларға қатты ұнап, төбелері көкке жетеді. Алайда артынша әлгі өсімдіктердің сарғайып солып қалғанын көресің. Һәм содан кейін қу сабан мен қиқымға айналады. Міне, дүниенің қу тіршілігі деген осы. Ал ақиретке келсек, онда я ауыр азап болады, яки Алланың тосын сый-сияпаттарға толы кешірімі мен шексіз разылығы болады. Я, дүниенің тіршілігі алдамшы әрі өткенші қызықтан басқа ештеңе емес. Раббыларыңнан болатын кешірімге және Аллаға һәм елшілеріне шынымен иман келтіргендер үшін әзірленген, ені 7 қат көк пен жердің еніндей болған жұмақтан орын алу үшін жарысыңдар. Міне бұл Алланың қалаған пенделеріне нәсіп ететін шарапаты.
Алла шексіз шарапат иесі. Жер бетінде орын алатын қуаңшылық, зілзала, топан сусынды қандай апаттар болмасын, яки бастарыңа келетін ауру сырқау, ашаршылық, жақындарыңнан немесе дүние мүліктеріңнен айырылусынды қандай ауыртпалық болмасын, бәрі де біз оларды жаратпай тұрып-ақ кітапқа, ләухул махфузға тағдыр тақтасына жазылып қойған. Шүбәсіз бұл Алла үшін оп-оңай. Бұл уыстарыңнан шығып кеткенге ақырып өкінбеулерің және Алланың нәсіп еткен нығметтеріне масайрап асып таспауларың үшін. Алла кеудесіне нан пісіп, менсіген мақтаншақтардың ешбірін ұнатпайды. Ондайлар қайырымдылық көрсетуге келгенде өздері сараңдық танытқанмен қоймай, өзге ел жұртты да сараңдыққа үгіттейді. Ендеше кім-дегім Алланың зекет садақа беріп мал дүниелеріңнің бір бөлігін игілік жолында жұмсаңдар деген бұйрығынан сырт айналса, Алла ғани, ешкімге һәм еш нәрсеге мұқтаж болмаған әсте ортаймайтын байлық иесі. Хамид, бар мақтау мен шексіз шүкіршілікке әбден лайық. Біз елшілерімізді пайғамбарлықтарына айғақ болатын анық дәлелдермен, мұғжизалармен жібердік. Адамдар әділдікті ұстансын деп, елшілермен бірге кітап пен әділдік таразысын да түсірдік. Сондай-ақ болмысында, әсіресе соғыс құралына айналғанда, зор күш-қуат болған әрі адамдар үшін пайдасы мол темірді де түсірдік. Алла оны, өзін көрмесе де, дініне һәм елшілеріне қолдау көрсеткендерді анықтау үшін түсірді. Шүбәсіз, Алла қауи, тым күшті, әрі азиз, бәрінен үстем әрі ұлы. Нұх пен Ибрахимді де пайғамбар етіп жібердік. Сондай-ақ олардың ұрпақтарында пайғамбарлық пен кітаптан махрұм етпедік. Алайда ұрпақтарының біразы тура жолға түссе де, басым көпшілігі хақ жолдан бір жолата тайғандар еді. Содан кейін аталмыш пайғамбарлардың ізін ала өзге де пайғамбарларымызды бірінен кейін бірін жіберіп отырдық. Ақырында Мәриям ұлы Исаны жіберіп, оған Інжілді бердік, һәм оған ергендердің жүрегіне мейірбандық пен мейірімділік сезімін ұялаттық. Ал өздері ойлап тапқан рухбандыққа, яғни діндарлық жолына келсек, біз оны оларға парыз қылмаған едік. Олар оны Алланың разылығына бөленуді қалап, өздері ойлап тапқан болатын. Алайда олар ол жолды лайықты түрде тиісінше ұстана алмады. Біз араларынан иман келтіргендерге тиісті сый-сыбағаларын бердік. Әйтсе де, олардың дені тура жолдан тайғандар. Уа иман келтіргендер, Аллаға шын көңілден тағзым етіп, алдында асы болудан сақтаныңдар. Сондай-ақ оның елшісіне де шынайы түрде иман келтіріңдер. Сол арқылы Алла сендерге рахым қазынасынан біреуі бұрынғы пайғамбарларға иланғандарың үшін, екіншісі Алла елшісіне иман келтіргендерің үшін екі бірдей үлес берсін. Сондай-ақ жарығымен тура жолдан адаспай жүретін нұр беріп, күнә қателіктеріңді кешірсін. Өйткені Алла ғафур, құлдарының күнәлары қанша жерден үлкен болса да, тәубе еткендер үшін өте кешірімді, әрі рахим, әсіресе мүмін құлдарына ерекше мейірімді. Ендеше кітап иелері біліп қойсын. Алланың игілігі мен шарапатын үлестіру яки шектеу олардың қолында емес. Сондай-ақ Алла елшісіне һәм өткен пайғамбарлардың бәріне бірдей иман етпейінше, Алланың игілігі мен шарапатына бөлене алмақ емес. Бар игілік пен шексіз шарапат бір Алланың қолында. Оны қалағанына нәсіп етеді. Алла зор игілік, шексіз шарапат иесі.